Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге вареный пирогының рецептісін ұсынамын. Ең алдымен ұнға сары майымызды салып, крошка жасап аламыз. Мінекей крошкамыз дайын болды. Енді қосылтқышты және қантты салып, жақсылап араластырамыз. Және жұмыртқаны салып, қамыр елейміз. Дайын болған қамырды жарты сағат тоңазытқышқа салып қоямыз. Ары қарай начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге вареный сгущенка және жұмыртқа қажет болады. Орехи қоссаңыздар да болады, онда дәмі одан да жақсы болып шығады. Екеуін араластырамыз. Одан соң қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі кішкентай және біреуін үлкендеу етіп аламыз. Және осы үлкен бөлігін противенге орналастырамыз. Мінекей барлығы дайын болды. Енді начинкасын құямыз. Кішкентай бөлігін солай кесіп аламыз. Мінекей осылай дайын болды. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы өте оңай, ас болсын.